Ассалаумағалейкум Астана. Ассалаумағалейкум, құтты болсын. Қайда жүрсіңдер сендер? Сен қайда жүрсің? Әзербайжанда. Сен қайда жүрсің? Турцияда. Сен қайда жүрсің, құдайым-ау? Индияда. Хасан қазақша сөйлесін. Индустан. Жұрттың команда, менің командам бір керемет. Жұрттың командасын сұрасын, сен командаң қайда кетті десің, ауылға, шалғарға, жаңарқаға, шетке кетті дейді. Менің командам Әзербайжан, Турция, Үндістан дейді ғой. Мақтанған емес, кімнің кім екенін көріп тұрған шығарсыздар. Көріңіз, менің махаббатым. Үлгердім ғой, етер. Иса, ассалаумағалейкум, менің махаббатым ғой. Сәлем берді қайнағы. Ассалаумағалейкум, Астанаға келіп, үй аламыз деп, үй ала алмай жүрген астаналықтар. Жаным, қазақтың әйелдері ерлерінің жанына еріп жүрмейді. Бара қойын жаққа. Самат. Не Самат? Исаға қараш. Әділқаздағы қайнағаларыңа қараш. Қайсының әйел жанында жүр, айтшы? Қайсының әйел жанында жүр? Біреу әйелінсіз жүр. Қазақтың әйелдері ерлерінің жанында еріп жүрмейді. Самат. Содан кейінгі Қазақстан саны көбеймейді ме? Барш, үйретпеш маған. Самат. Ұлту бердім ғой. Ұлту бердім деймін, мойныма шығат жүрсің, барсай шан жаққа. Сонымен, өшірші ана музыкаңды. Бар ан жаққа. Бар дегенге Үндістанға кетіп қап жүрме, тұр сөй жерде. Өзім білем. Дұрыс айтасың, өзіміз білеміз, Қазақстанға кімді кіргіземіз, кімді кіргізбейміз. Кетенде болған оқиға. Тоқта, кімсіңдер? Қазақпыз. Сенбеймін. Мен Жылқайдаров Самат Болатұлы. Көрсет. Міне төл құжаты. Руым Найман, орта жүзбін. Көрсет. Міне шежірем. Нағыз қазақпын. Сүндетке отырғызғанмын. Көрсет. Сәлем берді қайнаға. Сен нағып жаның ашып араласып тұр оған. Сенбеймін сендердің қазақ екендеріңе. Нағып оны демей қалдың? Қайнаға тұрғанда келін сөйлемейді. Сөйлемеймін деп сөйлеп қойдың ғой. Жібермеймін деп жібере салыңыз. Өткізбеймін деп өткізе салайын, өтіңдер. Көрсетпеймін деп көрсете салайын. Бар. Тоқта, кімсіңдер? Біз қазақпыз. Сенбеймін. Сен қазақсың ба? Мен қазақпын. Мен де қазақпын. Қазақ көрілмей тұр. Сенбеймін. Қалай дәлелдейсіңдер қазақ екендеріңді? Тоқтат! Айналайындар, сендердің түрлерің қазақ емес қой. Мен қазақ емеспін. Коза, айтшы. Баян. Коза. Баян. Коза. Баян. Жекпе-жек. Сен кімсің? Бекежан. Коза. Жекпе-жек. Коза. Бекежан. Коза. Жекпе-жек. Коза. Бекежан. Жекпе-жек. Айналайындар, шулаптай, өтініш. Тоқтат. Сендер қазақ емессіңдер ғой. Ирарам деген атым бар. Қазақ деген жатым бар. Атан десе насуай. Атындар. Құрметті астаналықтар, жанұяда болған оқиға. Тамашалайық. Қайда жүрсің? Дикш. Күйеуімнің үндіс болғаны қандай жақсы. Күйеуім таразығы болғанда қазір көзім көгеріп жүретін еді. Сөз сонда айтарымыз, құрметті астаналықтар. Биылғы маусымашар республика. Дай есаға.
Ақшаны Галатасарайға қойыңыз. Міндетті түрде жеңеді олар. Жарайды. Сәттілік сізге. Президент па? Иә. Не істейміз енді? Президент қой, жарайды. Я, сөз сонда айтар. Данұреке? Я. Міндет түрде, аха. Есаға, кейін хабарласыңызшы. Я, тыңдап тұрмын. Міндет түрде хабарласам жақсы, аха. Кім ол қоңырау шалған? Нұрлан Абдуллин ғой, тойға заказ түсті ме деп сұрап жатыр. Біздің ауылда өзі көрікті, өзі сұлу, жалғыз Айгүл деген қыз бар. Сол Айгүлдің бір баласы бар. Мен Айгүлді жақында көрдім. Оның тағы да аяғы ауыр екен. Пішін. Ау. Жатпайсың да? Атақ жақшы анан ғой. Жәбік, Ау. сол Айгүлдің мысығы туды ғой. Не істедің оған? Өзі ғой. Жәпік, Ау. Айгүлдің иті тумай ма бірдеңе ғой? Неге? Күшігін асырайын деп едің. Жәпік, Ау. Айгүлдің сиыры Жар әрі. Жәбік, Ау. мен сол Айгүлге арнап өлең шығарып оқысам бола ма? Болады. Ештен кеш жақсы дейді, кеш болса да айтайын. О, Айгүл, сен менің ең алғашқы махаббатымсың. Пішен келді де арамызды бычыт қылды. Пішен, сен білмейсің ғой арамызда не болғанын. Айгүл, мен сені сүйем. Қуаныш, Ау, менің де жақсы көретін қызым бар еді. Соған арнап өлең шығарып бересің бе? аты кім? Сәуле. Сәуле, сен менің ең алғашқы махаббатымсың. Пішен келді де арамызды бычыт қылды. Пішен, қойшы ішіні бір емес, екі емес. Пішен дегенге есір. Өзі көз алмашыш, братан. Сәуле, мен сені сүйем. Пішін. Ау. Сен де Айгүлге арнап тақпақ айтасың ба? Сіздер ойлап отырған шығарсыздар. Бұл команда неге саясат туралы айтпайды деп. Негізі әркім өзінің білгенін айту керек қой. Біздердің Астанаға келгенімізге 2-3 күн болды. Кеше лесозавод деген жерге барып, ауылымыз еске түсіп, сағыныштан жылап алдық. Біз ойынымыздың соңын пойыздағы Праваник ағаның сөзімен аяқтағымыз келіп тұр. Пастельге аяқ кем түріп тұрған қайсың? Қызыма, сен қалаларды араладың, мен шақырған жерге келе алмадың. Келе алмағаның жақсы болды, мен де бара алмадым. Бақ, бір балаға. Бір бала вандада қырынды, одан кейін душқа барып жуынды, гүлін алып қызына бара жатыр, ал қыз болса бықсып ұйықтап жатыр. Менкі досыма, бір топ бала жиналып, ұрып кетті снопдокты. Бір бұрышта қиналып жеп тұрдым мен хот-догты.
келіп, күн суытты, қарда жауды. Апам қорадағы қатып қалған сиырды сауды. Сиырдан сүт шықпаған соң, сауып, астына от жағып,ошын бөтшіпе көтен жерде. Бәріміз бардық Жаннаға. Жанна отыр ваннада. Кіріп қалсақ ваннаға, ятай дедік Жаннаға. Сонымен әздері кезек берейік. Біздің жігіттер 3D кинотеатрында қорқынышты кино көрісінде. Жігіттер ач киді кейік. Ач киді шешек үшін. Құрметті көрермендер, көрек алдарыңызда Баха дейтін досы бар қой. Баха. Рахмет. Жания болғандықтан ыдыс-аяқ салдырламай тұрмайды. Алдарыңызда мақал мәтелмен ұрса беретін Жания. Жүр солай. Жүр. Елдің кеуін көрдің ме? Жұмыс істеп жүрейінде. Үйде жата берсен. Жалқаудың жанын тәтті, еңбектің нанын тәтті деген. Әйелің жақсы болса басың төрге сүрейді, жаман болса көрге сүрейді деген осы екен. Сен маған айтып тұрсың ба бұны? Жоқ, ана камерадағы жігітке айтып тұрмын. Сен маған айтып тұрсың ба? Иә. Сен есің дұрыс па, ей, әкеге қарап ұл өсер деген білесің ба? Балаңа берген тәрбиең осы ма сонда? Болды, кетем болды. Жаман қатын кетем деп қорқытады. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шықты деп саған айтылған сұра. Мақал. Маған айтып тұрсың ба сен соны? Иә. Мақал айтсай. Тамақ тоқтық, қайғысы жоқтық, азыр арадан баласын деген білесің ба сен? Оттан да ыстық. Бұның еш қатысы жоқ қой бұл жерге. Мақал таппасақ өлеміз ба? Түн, мама, папа, ана үйдегі 2 метрлік арқан жіп қайда? Не қыласың оны? Қазақта әбәден мақал бар ғой. Атанаң жынды болса байлап бақ деген. Жүріңіздер, кеттік. Ойна қоталар, жастық шақта еске алар, биле құдалар. Кешіріңіздер, құдаша сәл ішіп жүріңіз, құдаша жүріңіз. Саламатсыздар ма? Қайырлы кеш. Ханымдар мен мырзалар, бүгінгі қоймен жүздесу бағдарламасына қош келдіңіздер деген келеді. Олай болса, бүгінгі біздің бағдарламамыздағы қонағымызбен таныс болыңыздар. Атыңыз? Баха. Ой, бәрекелді. Мынау, Қазақстан эстрадасындағы сүйіп тыңдайтын әншілеріңіз кім? Бахай. Мынау, сүйікті футболистіңіз кім? Бехам. Мынау, маған не тілейсіз? Бақыт. Мынау, елбасымыз айтып кетті. Мынау, елбасымыз болашағымыздың бірге қалайық деді. Мынау, экономикасы жайында не айта аласыз? Сұрақ ауыр болып кетті ма? Аха. Мүшелі жасқа толған астаналықтар. Оралымның барында Ойна да күл, ойнамаған күлгенге не көріпті. Өте қызғаншақ іші тар апамыздың тойда тілек айтуы. Қош келдіңдер. Бәрің келіпсіңдер ғой. Әншейінде келмейтін, бәрің жиналып қалыпсыңдар. Осы ана палатканы істегенде ғой, біреуін келген жоқсыңдар. Тамақ ал, Гүлжан. Тамақ алыңдар, тамақ алып отырыңдар. Сендерін жасадық қосы. Ал енді алма гүл жеңіз, дым қалдырмай жеңіз. Ағамыз бен жеңгеміз тойда тілек айтуда. Ағамыз мас екен. Болды енді. Болды, кім?
Ал енді көлде жүрген екі аққу, жақында біреу моторға сатып алыпты дейді, құтты болсын. Бір балдар, болды енді құрсын. Бір балдарыңыз екі бала болып жатыр. Екі балдарыңыз үшеу, төртеу, бесеу, апа толып жүрген ақ жүрінен бәрі. Бәріміз шыбыртып болса, үйге тап кетуге отыр, мұрынбақтарын ағызбай. Болды. Тұр енді, болды. Тұр. Бұшын құлайсың кәз. Ал енді жезделерің азда пішіп қойған болады ғой енді ондай. Той ғой, той болғаннан кейін болады ғой ондай, кел. Айта қой енді. Туған құтты болсын. Туған құтты болсын. Марат. Тойға келдік қой, той деп айтшы енді құрсын. Тойларың құтты болсын. Марат, Айгүл, Айнара, Жанара. Саматты айт еще. Самат, бақытты болыңдар. Қалғанды айт. Сіздерге әрдайым бақыт тілеймін. Көлде жүрген қосақ қолдай. Ауырмай, дендерің сау болып. Болды. Арбайма болды. Арбайма деймін саған. Көшелерді яппа, болды ғой енді көшеш. Болды ғой енді. Көңілім босап кетті. Болды, босатпа, байлап қойсың ба? Босатпа. Жалғыз інім. Жалғыз інім деп неғыла берме. Айт, подаркымыз мойнымызда деп айт. Қатыне, мойындағы алтын цепочка берейін түсің ба? Бергелі. Алу шіркін, өтер мақал, өміріңде Астаналықтар, Астананың туған күніне жан-жақтан жұлдыздар шақырыпсыздар. Бірақ бір жұлдызды шақыруға ұмытып кетіпсіздер. Сол шақырусыз қалған жұлдызымыз бүгін біздің студиямызда Энрике Иглесиас. Астанаға сәлем. Ойпырмай, Астана суық екен. Шетелден бір шортимен келген. Киімдер бәрі удай қымбат. Бағасын түсір десем болмай. Мына джинсиді есіне берем. Содан соң қайтадан шорты кием. Тоңамын ғой мен, қайтемін мен. Энрике, қысылма. Саған Астана қаласының әкімі арнайы ақша бөлді. Ойындама, қуана бер! Әкімдерің мықты екен. Оны қатты жақсы көрем. Егер үйді арзандатып, әй осы мен қаламын ау. Астаналықтар, тей детсе шетелден жұлдыз шақырмай-ақ. Оралымның барында ойнада күл, ойламаған күлмеген не көріпті. Қазақтың майда жері, тұнық өзен көлі, бірлігі жарасқан, тәуелсіз Қазақстан. Қазақтың майда жері, тұнық өзен көлі, бірлігі жарасқан, тәуелсіз Қазақстан. Отанымның кең түріне, әр аймақтан көп келуде. Сенде бүгін қосыл еріне, жақсылап жайға сесі жеріне. Күн жымындап шығыстан танатады, қала қызып, түн батады. Шырқалып үні гитара, билеп оған түнгі фонтанда. Атырау, Мұнай ордасы, Ақтау, Каспий жағасы, Семей, Абай даласы, Көкшетау, табиғат аясы, Шымкент, салт